20 ғасырдың ең әйгілі адамдарының бірі, ерекше қасиет иесі, атақты көріпкел, болжаушы Ван Ганың осы ғасырда Орта Азияда, қазақ жерінде керемет емші ғана емес, бүкіл дүние жүзінде ерекше қасиеті бар 7 адамның бірі болып қасиетімен бүкіл әлемге танымал жан дүниеге келеді деген киелі сөзі қатесіз болып шықты. 1962 жылы қазақ жерінің батыс өңірінде Алланың ықылас шарапатымен жүзінен нұр төгілген ерекше туған Жанарыс есімді перзент дүние есігін ашты. Бүгінде Жанарыс халық сүйіп қойған есімі Қыдыр Ата. Бойындағы керемет қасиетінің арқасында емшілік жолда медицинаның мүмкіндігі жетпей, емделуі мүмкін болмай шарасыздық танытқан ауыр халдегі науқас жандар үшін Қыдыр Ата шаңырағы соңғы үмітпен келіп, жанына шипа табар қасиетті де киелі отбасына айналып отыр. Бүгінде Қыдыр Атаның емшілік қасиеті мемлекеттік тұрғыдан ерекше бағаланып, халықтың сүйіктісі атағымен және төс белгілерімен бірнеше рет марапатталды. Қазіргі таңда ісі аңызға, өзі абызға айналған Қыдыр Атамызға Алла тағалам ұзақ ғұмыр сыйлап, абыройы асып, бағыт асып, бақыттың базарында, Алланың назарында жүруін нәсіп етсін. Қазақ атын алды құрлық асырған, өзі дана, өзі емші асыл жан, қасиетті Қыдыр Ата. Халық алдында еңбегі ақталған, бір Алланың нұрынан жаралған, ер есімі ел есінде сақталған, қасиетті Қыдыр Ата. Жанарыстан бекарыстан ағарыс, тарайды екен қасиетпен жаңаша. Қазағыма жаратылған үш арыс, қасиетті Қыдыр Ата. Жанарыстан бекарыстан ағарыс, тарайды екен қасиетпен жаңаша. Қазағыма жаратылған үш арыс, қасиетті Қыдыр Ата. Қазағыма жаратылған үш арыс, қасиетті Қыдыр Ата. Жанарыстан бекарыстан ағарыс, тарайды екен қасиетпен жаңаша. Қазағыма жаратылған үш арыс, қасиетті Қыдыр Ата. Қасиетті Қыдыр Ата. Қасиетті Қыдыр Ата.